Төрт саны. Адам рәсімге немесе қандайда бір дәстүрді орындауға қатысты. Жақсы түйсігі бар және ашумен шыққан сөз күшке ие болуы мүмкін. Бірақ карма қарғыс мөрін алып жүреді. Сондықтан аласапыранға толы өмір. Пысықтау. Кешіру. Кемшіліктерді кешіру арқылы сананың кеңеюі, даму, басқалармен жұмсақтық пен жылулық, сондай-ақ алғыс айтып жүру. 5 саны. Бір жағынан адам Құдайға рәсімдер мен сенім арқылы үлкен күшке ие болса, екінші жағынан біреуге жамандық тіледі. Сондай-ақ адам зұлымдықтың құрбаны болған, немесе өзі қатысқан. Сондықтан бұл бағдарламалардың барлығы шиеленісіп, жалғыз болуға итермелейді. Жұбын табу қиын. Пысықтау. Кешіру, басқаларға сүйіспеншілікті дамыту, адамдармен шығармашылық, серіктес құру. 6 саны. Бұл адам қорқынышпен немесе немқұрайлықпен өмір сүрді, яғни қорққандықтан көмектеспеді. Бұл балалық шақта ауру, қиындықтар әкелуі мүмкін. Өзін шектеген. Қарым-қатынас және жоспардағы сәттіліктің болмауы, тағдырдың өзі оған бей-жай қарайтын сияқты. Пысықтау. Басқаларға көмектесу, өзіне деген сенімділігін дамыту, кішкентай нәрседен ләззат алу. Достар, басқа сандарды менің келесі видеомнан көре аласыздар. Ол үшін маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.